Саба шарфыныз қайырлы олсын Қырым ижғалының 768 күні. Сонки әдесе вақайларының заман тақымы таныш еті. Қырымда янған Қырым татарының жеседіні таптылар. Олған малиматқа көре бұ ички районының қайнаш. Шымды есе Краснофлотская кой сакені Энвер Исмаилов. О тахминин 60 яшында еді. О ақшам Шимали Қырым каналының насос станциясы тарафына кеткен век қайтмаған. Янған жесед янында Қырым татар байрағыны да тапқанлар. Неон мерхумның женазиясы кечірілген. Недалеко от села Краснофлотской, на территории Северо-Крымского канала, было обнаружено тело мужчины, сгоревшее от огня. По имеющейся пока не подтвержденной информации, якобы человек сжег себя. Рядом якобы нашли знамя крымско-татарское. Сегодня же прошли похороны, пока окончательной информации нету. Сувсыз Қырымда кой қожалығыны инкишаф етмек имкансыздыр. Бақында Москва незаретінде олған Қырым парламентінің темсилжісі Владимир Константинов білдірді. Невбеттікі президиум топлашуында сувының қазып чықарылмасы ве сақланалмасы бойынша концепцияны тешкіл етмек чағырылды. Қырым ижғалжы акиметінің білдіргеніне көре Қырымда 360 бин гектар топрақлар белгіленді. Олардан тек 13 бинні ішленілген. Евелесе Украина қытасында Шимали Қырым каналынан кетірілген сув қырымлыларының сув ихтияжыларыны 85%-ға темин етеді. Қырым ижғалінден сон каналынан сувның келмесі тоқтатылды. Нужны современные технологии, как сельхозпроизводство, так и технологии по добыче воды, по ее хранению, по ее транспортировке и так далее. Потому что все дружно запели о том, что, так сказать, ой, плохо перестала вода идти по каналу. Все забыли, что разграбили всю систему мелиорации. Қанунсыз шекілді құрылған объектлерінің құтлеви шекілді сентябрь айында йықмаға башладжы ақлар. Қатырлатамыз бұна рұқсет Қырым мемориеті тарафындан Такечкен сенесінің сонында берілген еді. Сергей Аксенов наразылық мейданчықларында құрылған евлерінің махкемесіз йықмақ авале етті. Октябрь айында Месжетінің Жигулина Роща районында құрыжылық техникасы наразылық мейдан иштиракчыларының бірхач евлеріні йықты. Бұл топрақны инсанлар дефалайджа ресмелештірмеге тырышайды, ләкин ерлі акимиет бұл топрақны иш адамға кираға берді. Шымды евлеріні мұстақыл шекілді йыққан базы инсанларға компенсация төленіле. Ләкин наразылық мейданның бірхач иштиракчылары өз евлеріні йықмаға рет еттілер. Первый реестр показывает, и будет адресная часть в этом реестре этих зданий и сооружений, которые незаконно возведены, и все могут ознакомиться, будут в интернете в том числе. А второй реестр – это то, что официально будет внесено в разрешительную систему. И тогда можно будет сравнить, что где находится, любой гражданин, любой общественник может туда зайти. Қырымда домызларының африкалы таун хасталығындан себебі еле көрсетілген карантин ләғу етілді. Ижғал етілген ярым адада февкуляды вазиет февралінің 8-ден илян етілді. Таун хасталығы январінің сонында Ақшейх районында Мартинс қожалығында илік сефер қайт етілді. Сонра есе Қарасуф районында белгіленді. Бұтын Қырымда карантин илян етілді. Ерлі сакинлерінің білдіргеніне көре карантинның илян етілмесі ве туварларының өлдірілмесі Русия эт мақсулатларының истисалжыларына файда кетірді. Қырымда Құтлеви шекілде женг ойыны кечежек. Ғалибені 71 елығына бағышланылған тәдбірлер черчевесінде ярымадада на Берлин, бұтын Русия квесті кечежек. Тәдбірді бинден зияды студент ве мектеп талибелері иштирак етежек. Крым-информ білдіргеніне көре акция апрель 16-сында бұтын мескен ерлерде кечірілежек. Қатырлатамыз Қырым ижғалінден сонра ярымадада Совет бірлігінің принциплері эптешвиқат етіле. Ахмезжетте Иосиф Сталин мемориал тақтасыны ерлештірділер. Илереді Қырымда 2-ші Екатеринаға бағышланылған абиде тіклемеге планлаштыралар.
Киевдеки алимлер евінде Киев ресамы Сергей Вутяновның сергісі açılды. Мұнда келіп Киев сакинлері зев қала білелер. Ресімлер Мөйлевнің фікірінже Қырым бұта антик заманларындан евел Авропалы медениетінің бешігі олған. Бұндан да ғайры бұ фельсифи шиири образы. Ве обыр чоқ ресам ве шайырлерінің ижадына тесір етті. Сергей биткеннің әрбір істеген инсан ресімні сатын ала біле. Қазанылған паралар мемлекетінің шарқында Украина халқыны қорчалаған Қырым арбеледжілеріне йоланылажақ. Бұндан да ғайры паралар қытаға көчкен Қырым татар қоранталарына да йоланылажақ. Це не просто картиночка або якийсь ландшафт, а це відображення внутрішнього простору людини. Це внутрішній ландшафт. І я от себе питав, чого мене особисто ці місця так притягують. І збагнув, що коли от їдеш туди, минулі роки, коли працюєш, то, власне, ти їдеш, якби, це мандрівка до самого себе. Тобто ми сприймаємо Крим як як невіддільна частина України, захоплюємося мужністю кримських татар, які там в тих неймовірних умовах, як тільки можуть, намагаються висловити свій протест проти окупації. І ми просто захоплюємося цим мужнім народом. Тому виникла така думка, хоч таким чином висловити свою підтримку. Бұл ноқтада программаны екінлейміз, сізге қайырлы күнлер тілейміз, көрішмек үзре.